Сіздер ме, құрметті оқушылар, жағдайларың қалай? Орындарыңа отыра қойыңдар. Бастамас бұрын сыныпта барлығы түгел ма? Түгел, топқа бөлініп алайық. Топқа бөліну үшін мына жерде Каспий Голдтың карточкалері тұр. Осы карточкалерді аламыз да, соның артында есімдерің жазылып тұр. Сол топқа барып бірден отыра қаламыз. Бүгінгі күннің ретін жазайық. 16-2-2026 жыл деп. Сабақтың мақсаты бізде синус квадрат альфа қосылған косинус квадрат альфа нешені беретін еді? Бірді береді, е? Тангенс альфа синус альфаның косинус альфаге қатынасы. Котангенс альфа ше? Дұрыс айтасың. Және тангенс квадрат альфа, бір қосылған тангенс квадрат альфа, бір бөлінген косинус квадрат альфа, ал бір қосылған котангенс квадрат альфа, бір бөлінген синус квадрат альфа. Формулаларын білу және қолдану болып табылады. Ал біздің оқу мақсатымыз негізгі тригонометриялық тепе-теңдіктерді қорытып шығару және қолдану. Ал біздің құндылығымыз жасампаздық және жаңашылдық. Мәселені шешуде балама жолдарын іздеу, цифрлық технологияларды қолдану болып табылады. Психологиялық ахуал тригонометрияның бестікке меңгеріп шық. Келесі тілекті келесі оқушыға айт. Жан дүние гармонияда тепе-теңдікте болсын. Өмірлердегі оң бағыттағы трапеция болсын. Ойын тік бұрыштай 90 градус түзу болсын. Жанел, тездетсең. Барлықтың сабақтарын керемет болсын деген мақсатта психологиялық ахуал болды. Енді келесі кезекте бізде үй тапсырмасын сұрап жүрсем, үй тапсырмасы 22-де бірінші есепті бердім. Соның 4 тапсырмасы бойынша кім айтады, жауабын айтып жіберсеңдерші. Бірінші тапсырманы, Альвина. 22-де бірдің тек жауабын айтсаң. Так, 3-ті Айзат. Отыра бер, дұрыс. Үшінші есебі. Бірінші есептің үшінші есебі. Дұрыс. Үй тапсырмасы барлығымызда бар деп ойлаймын. Уақыт алмай. Енді бізде жаңа тақырып өтілген түгін соған байланысты қазір ең бірінші бізде тапсырма топтық жұмыс. Топтық жұмысқа 4 түрлі топқа 4 түрлі тапсырма беріледі. Орындаймызда мына шеңберге таңбаларын қоямыз. Компас ретінде келеді. 45-90 градус 120 градус келтірдік. Келесі екінші топта берілген бұрыштардың айттым қай ширекте орналасатынын мәндерін табады. Келесі үшінші топта 4 бұрышты құрастырамыз. Дескриптормен жазылып тұр. 4-ші топ пазл әдісі арқылы сұрақтың жауабымен келтіріп рет-ретімен қоямыз. Үшінші топтың тапсырмасы мына кубиктер берілген. Осы 4 бұрыштыны сәйкестендіру арқылы жауаптарын келтіріп ана постерге жапсырамыз. Мына қарам, анаған жапсырып, сосын қоясыңдар. 4-ші топ пазл әдісі арқылы тапсырманы орындау барысында соның жауабымен пазлды келтіреміз. Мына жерге қойып жапсырып қоямыз. Уақыт кетті. 5 минут қана уақыт берілем, 5 минут емес, 3 минут уақыт берілем, тездетесіңдер. Жауапты шығарамыз, есебін табамыз. Мына мысалы 90 градус қайсына шықты, соны шеңберді құрастырасын. Келесі сендер пазлмен жауабын құрастырасын. Сұрақ пен жауап пазлмен келу керек. Минус болады. Мына үшінші ширекке таңбаңда минус қып қоясын да. Мына жерге жаз. 180 қосылған 45 градус деп. 45 градустағы мәнін табасын. Қосу 45 градус. Пазлдың жауаптары. Шеңбермен дұрыстады. Екінші градустық өлшемдерді орналастырады. Үшінші ширек таңбаларын ажыратады. Әр топтың дескрипторы жазылып тұр. Енді сендерге бірден мен топтық бағалау ретінде әр тапсырманы орындап отырасыңдар ғой. Сол бойынша бағалау, мынау Каспий Голдтың несі бойынша әр оқушының өзінің аты жөні жазылған не берем, сол тапсырмаларыңды өздерің қай есепті қалай шығарыңдар, соған байланысты балдарыңды қойып отырасыңдар. Мысалға топтық тапсырма 3 балдан әр топта. Так, Алия Ерке. Таратып бер, тобыңа әр қайсыны оқушыда болсын. Анар. Тобыңа таратып бер. Бірден әр оқушыда. Болдық па? Шапалақ ұрсақ. Енді бірінші топтардан бастап, осы топтағы тапсырмаларыңды талқыласаңдар. Сұрағыңды айтасың, сосын жауабыңды айтасың. Сізде белгісіз аз вектор бар. Егер оның синус мен косинус квадратын қосындысы, синус квадрат қасына тұрып тұр. плюс косинус квадрат тең бір шартын қанағаттандырып, ал тангенс альфа бірге тең болса. Бірге болса, бұл суретте қай сектор? Бізде қай градуста бірге тең?
45. 45-те бар. Сосын 45-те сонда таңгеніз 45. Мына жердегі бір 45-терің шықты. Келесі екінші есеп. Суреттегі екі секторды біріктіріп қойғанда олардың косинус мен косинус альфа қосылғанда Косинус светта тең 0 болғады. Егер бірінші сектор 60 градус болса, екінші сектор неше градус болады? 180-нен 60 алсаң қанша градус болады? Міне, екінші ширектерің табылды. Үшінші есеп. Оқушы суреттегі секторлардың бірін таңдап алды. Ол секторлардың бұрышы мына теңдеуді қанағаттандырады. 2 косинус альфа азайтылған 1 тең 0. Теңдеуші береміз осы жерде. Косинус альфа 2-ден 1 қай ширекте? 2-ден 1. Қай градуста? 2-ден 1. Жоқ. 60 градус, молодец. Үшінші 60 градус. Төртінші. Егер суреттегі 90 градус сектордың тең 2 бөлікке бөлсек, шыққан жаңа бұрыштың тангесі неге тең? 90-ның жартысы қанша? 45. Міне сонда бірінші тапсырмамыз бағана 120 болды, екі тапсырмамыз 45 болды, одан кейін 90, 60. Соңғымыз 45 болды. Сонда бізде неше градус шықты? 360 градус. Бұл қандай? Бізде тригонометрияның несі бұл? Шеңбері. Иә? Өсіп доға ретінде болады. 4 ширекпен берілген шеңбер бойынша, иә? 45 градус болсаңыз, 45 градус беріп, 45 градус бірінші ширек плюс болады. Бірінші ширек емес қой. 135 градус бізде екінші ширек болады. Ол жерде 180-ге қоспайсың, өйткені сенде 360. Қате кетті. 135 градус тангенсте екінші ширекте таңба қалай? Келесі топта. Тангенсте екінші ширекте таңба қал. Минус. Осы жерің қате болды. Так, келесі екіншісін айта бер. Косинус 390 градус. 390-ды 30 градус болады. Аха, 30 градусымыз. Түбірасты 3 бөлінген 2 болады. Ол қай ширекте? Бірінші ширекте таңба? Плюс дипломастермен боялы. Келесі үшінші тапсырмаларың. 215. Үшінші ширек таңба? Минус, молодец. Еля жөндеу жіберді. Төртінші. Катангенс 335 градус. Нешінші ширек? Катангенс. Синус альфаде қай ширекте плюс, қай ширекте минус? 1 мен 2 плюс, 3 мен 4 минус. Косинус альфа? Шапағат? 1 мен 4 плюс, 2 мен 3 минус. Тангенс альфа мен катангенс альфаның мәндері бірдей ғой. Қай ширекте плюс, қай ширекте минус? Молодец. 1 мен 3 плюс, 2 мен 4 минус болып келеді. Сонымен екінші топтың тапсырмасы түсінікті ғой. Үшінші топ кеттік ал. Сәйкес тапсырмаларды орындап құрастырады бізде фигураны. Сұрақ бойынша жауаптарын жазып шығады. Көрсетіп жіберсеңдер. Тапсырмамен жауап. Асайбе, 1 минус. Мәлім береді. Келесі. Келесі тағы екі тапсырмасы бар. Сендердің топтанда. Косинус квадрат альфаны береді. Есеп шығарғандай. Жарайсыңдар. Төртінші топ. Тангенс альфа 3-2 тең болса. Ол бізде оның бізде формуласы тангенс альфа қосылған котангенс альфа бөлінген тангенс альфаның азайтындысы котангенс альфадан. Сол кезде нені береді бізде жауабында? Бізде Минус 2,6. Айерке, келесі тапсырманы оқып жүрсең. Тангенс альфа 5-2 болса, иә? Синус альфа азайтылған косинус альфа қосылған косинус альфа нені береді екен? Молодец. Келесі шапағат, мына тапсырма үшінші. Синус альфа түбірасты 3 бөлінген 3 болса, онда бір азайтылған синус альфа көбейтілген косинус альфа нені береді? 3-тен 1 беріледі. Фазылдарың ұнады ма? Топтық тапсырманы орындап болдық. Топтық тапсырма орындап болсақ, өздеріңізге қолдарыңызға берілген бағалау бойынша, критерий бойынша, дескриптор бойынша балдарын қоясыңдар. Тек бізде мынау екінші топта ғана бір екі тапсырмасында қате шығарды, сол бойынша бағаларын төмен қоя бересіңдер. Жарай ма? Қалған топтардың бәрінде есептің шығару жолы дұрыс. Капитандар орындарынан тез-тез тұра қалса, мына жерде екінші топ, үшінші топ бір команда болады, бірінші топ пен төртінші топ бір команда болады. Бізде бәйге асық атысу ойын бар, білімдер бәйгесі деген бар, екі топ жарысады. Сендердің намыстарыңды осы екі команда жасайды, орындайды, сергіту сәті ретінде мен сендерге есеп құрастырамыз. Ал математиканы бастаймын, қайсысын бастаймын? Қосу, азайту, көбейту, бөлу. Қосу. Қайтты, Шарболат тез-тез жауап берсеңдер болады. Қазір соңында кім жеңетінін көреміз. Арқан тартыс ойыны бұл. Мына топ жеңіп келе жатыр уже. Екі дұрыс жауабы бар. Үш тапсырмасы кетті уже. Келесі, мына топ қалып келе жатсыңдар. Сенде дұрыс жауап бергенмен бұлар тез-тез жылдам есептеп тұр. Төртінші кетті. Бесінші. Енді екі-ақ тапсырма қалды. Ал бірінші топ жеңді.
Құттықтаймыз ба? Альбина мен Айеркенің тобы жеңді. Келесі кезекте тергіту сәтінен кейін енді бізде жұптық тапсырма бар. Біздің сабақтың құрылымы Каспийге байланысты дедік. Бізде Каспий бастамадан өмірде сендер заттарына заказ беріп, сол Каспий бастаматтан зат алып жүрсіңдер. енді дәл осылай Каспий бастаматтан QR беріліп тұр. Осы QR-дың ішіне Анар мен жаңа топ басшылары бар ғой. Сол топ басшылары келсе, тез мына есіктен тапсырманы аламыз. Жұптық жұмыс тақтаға шыға берсеңдер болады. Есептеріңді алған топтар біреуін қойып кетті. Сол жерден бізде берілген есеп бойынша. 22-де бірге шығамыз. Иә. Екке бөлемізді 2 адамнан шыға береміз. Тақтаға да қарап, жұптасып ойланыңдар. Мен мысалы Жанерке мен Данияр, Шапағат пен Айерке жаңа берілген тапсырма бойынша. Дұрыс. Синус альфа, дұрыс. Айзат молодец. Өзіңе плюс балл қоя берсең болады. Қате кетті, Айерке. Бірінші бір қосылған синус альфа алымда. Азайтылған бір қосылған синус альфа. Не істейді? Жоғары. Синус альфа, синус альфаны қоссаң ше? 2 синус альфа дұрыс. Сосын орнына ауыстырдың минус синус альфа болды. Дұрыс. Альбина айка дұрыс. Так, келесі. 2 синус альфа ғой алымда. Алым неге бір болып кетті? 2 синус альфа. Болды. Косинус квадрат альфа. Дұрыс. Значит, квадратын жасайық. Болды. Так, Анар өзін шығарды, тек кішкене ғана көмек болды. Плюс қой. Так, 4 топтың капитандары есепті шығардық. Бір-бірімен жұптасып есеп шығарсаңдар, бір-бірімен алмасыңдар шығарғандарыңды. Ал жұптасып шығара алмағандар тақтада 4 есептің шешу отыр. Қай топқа қай тапсырма келді, соны көшіріп аламыз дәптерге. Тез етеміз. 2 минут қана уақыт берем. Тақтадағыны көшіріп аламыз. Әр топтың өзінің тапсырмасына байланысты. Бірінші топ 4 жазып жатыр, иә? Экранда QR беріледі. 4 тапсырмасы тест тапсырмасы, 2-ші тапсырмасы дұрыс бұрыс жауабы, 3-ші тапсырмасы мәтіндік есеп берілген, өмірмен байланысты есеп бар. Сол есепті шығарып, соған жауап шығарамыз. Сол жауабы бойынша қай сұрақта қателескендердің аты жөндерін бойынша балдарың шығып тұрады. 10 тапсырма, осы 10 тапсырма бойынша балдарың шығып жатыр. Альбина дұрыс, Тамиристе 1 сұрақ қана қате, Айзатта 2 сұрақ қате. Барлық бала жауап беріп жатыр. Анар 10 балл. Так, Айзатты көрсетіп жіберейін. Айзат жоғары қарай. Төмен қарай. Айзере 8 балл. Бастапқы 5 адам, менде 2 адам бітті. Енді 3 адам. Қалғандарын сосын тапсыра бересің. Данияр 5 балл. Айерке 10, барлығы дұрыс. Келесі Амирис 7. Неше сұраққа дұрыс жауап бердің? Жасыл птичка бойынша соны санада балыңды қой. 10 сұрақ 10 бойынша. Айерке 8 балл қой. Байланыс жасаған кезде бізде өзіміз Каспийге барған кезде QR-ға түсіп, біз Каспий карточканы аламыз. Мынау Каспий карточка. Осында енді мен сабақты түсіндім деген мағынада түсіндім деп жазылмайды. Мен де былай жаздым сендерге. 0% сұрақ, 100% түсінікті дегенде мына жасылды саламыз. Келесі, егер де сабақ түсініксіз болса, миға запрос жібердім, бірақ жауап күтудемін дейміз. Ал сабақты түсінбесеңдер, транзакция өтпей қалды. Сабақ бүгін маған өтпей қалды деген мағынаны мынау 3 реті бойынша салынып тұр. Менде мына жерде тұрған мұғалім мен ғой, математика пәні мұғалімі, 3 немен келтіріп тұрмын сендерге аниме кейіпкерімен салып көрсетіп қой. Бағалауды қазір түсіндіріп айтамын. Болғандар сала беріңдер. Түсінбегендер қызыл салсын, сұрағым бар болса сарын саламыз. Түсіндім, сұрағым бар. Барлығымыз салдық қой. Енді мына жерде 3 балаға миға запрос жібердім, жауап күтудемін дейді. Сұрағым бар дейді. Қай жерде түсінбедің? Асланды ғана көріп үлгердім, 2 баланы көрген жоқпын. Нұрдәулетте бар ма? Соны тездетіп айтып жіберсеңдер өздеріңнің. Қай жерін түсінбедің? Болмаса сабақтың соңында өзіме жеке айтарсың. Жарай ма? Так, қолдарыңызда бағалау болса, сол бағалауға балдарыңды, жалпы балдарыңды қойып шығады. Бізде мынау Каспий банкомат, осы банкоматта мына жерде құрылғы бар, осы құрылғының ішіне бағалауларын саласыңдар. Өздеріңнің балдарыңды мен кейін көріп өзім айтамын. Бағаларыңды қойып алыңдар. Әр оқушының аты жөндері жазылған. Тұр мынада, соның артында тапсырмаларың тұр, сол тапсырмалар балаларын қойыңдар да, соңында жалпы бал дегенге общий балыңды қойыңдар да, ана балды саламыз. Болғандар сала берсе болады. Анау 3-ші тұрған. Мен өзім алып айтып шығамын. Әр оқушының аты жөні, номері, қай жылға дейін жарамды, сол бәрі жазылды. 22-де 4 пен 22-де 5-ші есепті аяқтап келеміз. 22-де 4-тің 4 есебін шығардық. 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-шісін. Балалар орнымыздан тұрамыз. Салып болсақ, тапсырманы үй тапсырмасын жазып аласыздар. Жазып алдық қой. Жазып алып болсақ,
Сау болыңыздар балалар. Бүгінгі сабақ ұнаған шығар. Сау болыңыздар. Енді шыға берсеңдер болады, кітап дәптерлерді алып.